Баршаңызға қайырлы күн. Көпшілік жасап жүрген корн-доктың ең оңай рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: ашылған 2 пачка сосиска, және де ұнымыз бен разрыхителімізді араластырып қоямыз. Және де сүтіміз қажет, температурасы маңызды емес. Және қантымыз бен тұзымыз, шымшым тұзымызды араластырып қоямыз бір ыдысқа. Және жұмыртқамыз үлкен болса 1, кішкентай болса 2 штук жұмыртқа. Және осындай шпажка қажет. Ең алдымен құрғақ ыдысымызды аламыз. Және жұмыртқамызды жарып, құмшекермен бірге жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Қыздар, керекті заттардың грамдарының барлығын төменде описание бөліміне жазып қоятын боламын. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Әсіресе үйінде кішкентай балалар тамақты талғап жейтіндерге таңғы асқа әрі жеңіл, тойымды, балаларыңыз сүйсініп лезде жеп қоятын таңғы ас. Бұл балалар түгілі менің өзіме қатты ұнаған тамақтың бірі болды. Жұмыртқамыз бен қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Үлкен жұмыртқа болса, егер сіздерде 1, егерде кіші жұмыртқа болса 2 жұмыртқа қоссаңыздар әдемі болады. Сүтімізді қосамыз. Бұның температурасы маңызды емес, холодильниктегі де болады, бөлме температурасындағы да бола береді. Жақсылап араластырып, үстінен қамыр қопсытқышпен ұнымыз араластырып алып, шетінен салып араластырамыз. Біркелкі қылып, бізде қоймалжың, блинныйдың массасы сияқты тесто шығатын болады. Тестамыз іртік болып қалмау үшін, түйіршік болмау үшін жақсылап шетінен осылай аздан-аздан салып араластырамыз. Бізде қоймалжың дәл осындай тесто масса шығатын болады. Бізге удобно болу үшін бізге стакан қажет. Стаканға барлығын құйып алатын боламыз. Міне құйып алдым. Және сосискамыздың барлығын, менің пісіретін табам кіші болғандықтан мен 2-ге бөліп алдым. Бөлу маңызды емес негізінде. Барлығын осылай шпажкаға тығып орналастырып алатын боламыз. Және де майымызды қызып тұрған майымызға, жаңағы бокалдағы тестамызға сосискамызды батырып, пісіріп аламыз қызарғанша. Шетінен дәл видеодағыдай қарап, өте оңай. Қыздар, менің парақшамдағы басқа да пайдалы ақпараттарды, тегін мастер-класстарды білу үшін арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, комментария бөліміне өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Мен сіздерге өте оңай рецептілерді саламын. Оңай үй жағдайында болатын лайфхактармен бөлісетін боламын. Алдағы уақытта мені қолдап, арнама тіркеліп, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен сіздерге көп үлкен рахмет. Қыздар, айта кетейін, менің арнамда қазір лиденцийдің және де пирогтардың мастер-класстарын тегін салып қойғанмын.
дәл осылай видеодан оңай қылып жасап табыстапсаңыздар да болады. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет.